Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ad-darsu sadisa ashara. 16-cı dərs. Baladun qala, biladun qalalar, qaryatun avul, qura avulдар, maktabun деген мектеп, партаны айтады, кеңсені айтады, офис деген бар ғой. Макатибу деген көпшесі, мадрасатун деген медресе, мектепті айтады, мадарису көпшесі. Бейтун үй, биютун үйлер, хужратун бөлме, хужратун бөлмелер, бабун есік, абуабун есіктер, куватун деген кішкентай терезе бар ғой. Окошка дейді орысшада. Терезенің төбесінде кішкентай төртбұрыш терезе болады ғой. Соны айтады. Куватун, киваун кішкентай терезелер. Немесе андай бір банктарға барған кезде окошкада отырады ғой. Кассир, банктың кассирлері сондайлар айтады окошкада. Васиун кең, дайқун тар, қарибун жақын, бағидун алыс, мафтухун ашық, муғлақун жабық. Хазал баладу бұл ауыл, хазил қарияту бұл жоқ, бірінші хазал баладу бұл қала, хазил қарияту бұл ауыл. Қарияту деген тамыр бұта тұр ғой, әйел тегін білдіретті. Сол кезден хазихид қолданамыз. Әйел тегін, ертегіні, балат деген ертегі, хазадан да ертегі. Ертегіні, әйел тегін қолданамыз. Закал мактабу анау офис, тилкал мадрасату анау медресе, тилка деген әйел тегінде, зака деген ертегінде. Мактаб ертегінде, мадраса әйел тегінде болып тұр. Хазал байту мынау үй, хазихил хужрату мынау бөлме. Хужра әйел тегінде, тамыр бұты болса соңында әйел тегі болады. Закал бабу анау есік, тилкал кувату анау окошка. Хазихил биладу мынау қалалар, тилкал қура анау ауылдар, хазил макатибу мынау офистер, кеңселер деген сөз. Билад, қура, макатиб деген жансыз заттар ғой. Жансыз заттардың көпшесі әйел тегінде қолданады. Балат деген муфраты негізі ертегі еді. Билад көпшесі, қалалар жансыз зат қой. Ол жансыз зат қана да әйел тегін қолданады, хазихи дегенде. Мактаптың өзі негізі ертегі еді. Жекеше түрі ертегі еді. Макатиб жаңып болған кезде ол жансыз заттың көпшелерінің барлығы әйел тегінде болады. Сондықтан хазихи қолданамыз да, хаза деп айтпаймыз да. Соны түсіндіріп жатыр. Тилкал мадарису анау медреселер. Хазихил биюту көрдіңіз бе? Байтун деген ертегі еді. Хаза байтун деп айтқан еді жоғарыда, мына жерде. Хаза байтун деп айтқан еді. Хазаны қолданып, көпшесінде хазихи деп айтты. Биют әйел тегінде жансыз зат болған екен, жансыз заттың көпшесі әйел тегі болғандықтан хазихи деп қолданады. Тилкал хужрату анау бөлмелер, хазил абуабу мына жерде де әйел тегін қолданды. Мынау есіктер, тилкал кивау анау окошкалар деп. Осыны түсініп алыңыздар жақсылап. Аль-Жумал арабия, арабша сөйлемдер. Хазал баладу кабирун, мынау бала үлкен. Хазихил биладу кабиротун, мынау қалалар. Хазал баладу, біріншіне, хазал баладу, мынау қала үлкен. Хазихил биладу кабиротун, мынау қалалар үлкен. Билад әйел тегінде болған екен, кабиротун деп соның тамыр бұта қосты. Әйел тегінде қолданды да. Түсініңіздер ме? Осыны ажыратып алыңыздар. Жансыз заттың көпшесінің бәрі әйел тегімен қолданады. Соны түсінсеңіздер болды. Закал баладу анау қала, сағирун кішкентай, тилкал биладу, тилка әйел тегінде, биладу анау қала, сағиратун деп соңына тамыр бұта қосты. Әйел тегімен қолданды да. Анау қалалар кішкентай, хазил қарияту мынау ауыл, сағиратун кішкентай, хазил қура сағиратун мынау ауылдар кішкентай, тилкал қарияту анау ауыл,
кабиратун үлкен, тилкал қура кабиратун анау ауылдар үлкен. Хазал мактабу болады мына жерде. Қате болады. Хазал мактабу дайқун мынау кеңсе, дайқ тар дейді. Хаззихил макатибу мынау кеңселер дайқатун тар. Тилкал мадрасу васиғатун анау медресе кең, тилкал мадарису васиғатун анау медреселер кең. Хазал байту қарибын мынау үй жақын. Хазихил байту қарибатун мынау үйлер жақын. Тилкал хужрату бағидатун анау бөлме ұзақ. Тилкал хужрату бағидатун анау бөлмелер ұзақ. Хазал бабу мафтухун мынау есік ашық. Хазихил абуабу мафтухатун мынау есіктер ашық. Тилкал кувату муғлақатун анау окошқа жабық. Тилкал кивау муғлақатун анау окошкалар муғлақ жабық. Баладу хум бағидун олардың, хум деген олардың қаласы ұзақ. Иладухум бағидатун олардың қалалары ұзақ. Ұзақта деген мәні ғой. Қариятукум қарибатун сендердің ауылдарың қариб жақын. Құракум сендердің ауылдарың қарибатун жақын дейді. Мактабу қариятина сағирун на деген біздің ауылымыздың мектебі кішкентай. Макатибу құрана сағиратун біздің ауылдарымыздың мектептері кішкентай. Мадрасату баладина кабиратун біздің қаламыздың медресесі үлкен. Мадарису биладина кабиратун біздің қалаларымыздың медреселері үлкен. Байтуху васиғун оның ху деген оның үйі кең. Буютуху васиғатун ху деген оның үйлері кең. Хужрату байтика дайқатун сенің деген сенің үйіңнің бөлмесі тар. Хужрату буютикум дайқатун сендердің үйлерінің бөлмелері тар. Бабу байти муғлақун и деген менің үйімнің есігі жабық. Абуабу буютина муғлақатун на деген біздің үйлеріміздің есіктері жабық. Кивау хужрати хазал байти мафтухатун мынау үйдің бөлмелерінің окошкасы дейді, окошкалары дейді, ашық дейді. Мына үйдің бөлмелерінің окошкалары ашық. Кивау хужрати хазил буюти мафтухатун мынау үйлердің бөлмелерінің окошкалары ашық. Баладу алин қарибун Алидің үйі жақын. Қарияту валин бағидатун Валидің ауылы жоқ, біріншінде Алидің қаласы жақын. Валидің ауылы бағидатун ұзақ дейді. Мактабу зайдун васиғун Зайдтың мектебі кең. Мадрасату бәкрин дайқатун Бәкірдің медресесі мектебі тар. Байту махмудин кабирун Махмудтың үйі үлкен. Хужрату халидин сағиратун Халидтің бөлмесі кішкентай. Мактабу хазил қарияти сағирун мынау ауылдың мектебі кішкентай. Мадрасату закал балади кабирун анау қаланың медресесі үлкен. Биюту хазил қура дайқатун мынау ауылдардың үйлері тар. Хужрату хазихил буюти васиғатун мынау үйлердің бөлмелері васиғатун кең. Абуабу хазил макатиби сағиратун мынау мектептердің есіктері кішкентай. Кивау хазихил мадариси кабиратун мынау медреселердің
окошкалары үлкен. Хазал байту мадрасатуна. Мынау үй біздің медресеміз. Тилкал хужрату мактабуна. Анау бөлме біздің кеңсеміз. Ал-макатибу л-васиғату кабиратун. Кең мектептер, немесе кеңселер деп айтсақ болады. Үлкен дейді. Кең мектептер үлкен дейді. Ал-мадарису дойқату сағиратун. Тар медреселер кішкентай. Ал-бүйутул кабирату васиғатун. Үлкен үйлер кең дейді. Үлкен үйлер кең болады деген мағына. Ал-худжрату сағирату дойқатун. Кішкентай бөлмелер тар. Ал-абуабул кабирату тавилатун. Мына жерде нүкте жоқ. Үлкен есіктер тавилатун ұзын дейді. Ұзын болады дейді. Ал-кивау сағирату қасиратун. Кішкентай окошкалар қысқа болады дейді. Хазал баладу лейса бисағирин. Мынау қала кішкентай емес. Тилкал қаряту лейсат бикабиратин. Анау ауыл үлкен емес. Хазихил макатибу лейсат бивасиғатин. Мынау мектептер кең емес. Тилкал мадарису лейсат бидойқатин. Анау медреселер тар емес дейді. Биладукум лейсат бибағидатин. Кум деген сендердің қалаларың ұзақта емес дейді. Ұзақта емес. Құракум лейсат биқарибатин. Сендердің ауылдарың жақында емес дейді. Жақын емес дейді. Макатибуна лейсат бисағиратин. Біздің мектептеріміз кішкентай емес. Мадарисуна лейсат бикабиратин. Біздің медреселеріміз үлкен емес. Бүйуту хазал балади лейсат бисағирин. Мынау қаланың үйлері кішкентай емес. Худжрату хазал бейти лейсат бикабиратин. Мынау үйдің бөлмелері үлкен емес. Абуабу хазал бейти лейсат бимафтухатин. Мынау үйдің есіктері ашық емес. Кивау хазил хужрати лейсат бимуғлақатин. Мынау бөлменің окошкалары жабық емес. Балядукум имма қарибін ау бағидун. Кум деген сендердің қалаларың не жақын немесе ұзақ дейді. Қарятуна имма кабиратун ау сағиратун. Нә деген біздің ауылымыз не үлкен немесе кішкентай. Бабу бейти лейса бимафтухин аслан. Бәл муғлақун әлбәттәті. Менің үйімнің есігі мүлдем ашық емес дейді. Керісінше, бәлкім керісінше әлбетте жабық дейді. Аксару бүйуту баладина кабиратун жиддан. Біздің қаламыздың үйлерінің көбісі өте үлкен дейді. Әмма бағду бүйутихи фасағирату әлбәттәті. Әмма ал ол қаланың фу деген дәмир қалаға айтады. Ол қаланың үйлерінің кейбірі дейді. Кейбіріне келсек, әммадан келсек, әлбетте кішкентай дейді. Алла, осымен 16-шы дәрісімізді аяқтаймыз.